істемей ақ қой, мынау сенің қолыңнан келмейді, ертең мынандай қарыз кетесің деп түсіндіріп береді теориялық түрде. Бірақ істеп көрген кезде ол өте басқалай болған сөйлесіп тәжірибе жинап, екінші магазинін ашып жатыр, өзінің магазині болған тәжірибеден екінші соны қамтамасыз етіп жатыр мысалы. Сондықтан өте жақсы ой қозғап жатсыз. Тәрбиеге байланысты жаңағы рамкаға қойып тастайды ғой бізді, мынаны істесең болмайды, ұят болады осындай деп. Бірақ та біз мен сол үшін де қазір қазақи аудитория, бізде КИФО бизнес мектебі негізі қазақи аудиторияға қызмет қыламыз. Қазақ тілді материалдар өте аз. Бірақ та соның өзінде де біз мысалы мен неге қазір Ларион мырзамен декларация қабылдап ол жаққа қазақ аудиториясындағы өзіміздің жанында жүрген адамдарды 25 кәсіпкерді мен кездестіруге апарғалы жатырмын. Неге? Өйткені менің арманым, ойым мынандай. Бізде жаңа өте жақсы айттыңыз, қазақи тәрбиеде біз ауылдан келдік, өстік, мысалы әке-шешеміз, туған туысқандарымыздан бәрінен алып қалған мынандай неміз бар, ұят болады. Қазақи тәрбие жақсы, бірақ та үлкендерді сыйла, жақсы, ол жағы бәрі жақсы. Бірақ та бізде жаңа өзіңіз айтыпсыз, қонақтар келсе, бар ана бөлмеге бара тұр. Тұрсынбек ағамыз жақсы айтады ғой осы туралы. Ана бөлмеге бара тұр, осылай күлдіріп те жақсы айтады. Бірақ та оны мойындауымыз керек те, біз қазақи тәрбиенің өте жақсы. Біз үлкендерді сыйлау, жаңағы айтқан сөзінен шығу, сабақты жақсы оқу. Бірақ та жаңа өзіңіз айтып отырғандай, мысалы советтік өмірде өскеннен кейін ба, мысалы бірақ енді тәрбиеде бұландайда әке-шеше ешқашан баласына жамандық ойламайды. Олар бірақ болатын алдыда қателіктерден сақтандыру үшін олар айтады, жоқ, сенің қолыңнан келмейді. Сен одан да қарызға кірмей ақ қой. Сен істемей ақ қой бұл жұмысты. Олар ол ойларымен жаманшылық ойлап тұрмын деп істемейді оны. Бірақ та мен бұны болатын қазір қателік жасайды бұл. Сол қателіктерден сақтандырайын. Лучше оны істемей ақ қойсын, зарплатаға жұмыс істеп жүре берсін. Тып-тыныш. Осы арқылы оны өйткені біздің мемлекетіміздің оқу жүйесі және де мына айттық қой, жаңа советтік дәуірден сол кездегі біздің білім және саяси жүйелердің әке-шешеміздің ойына құйып тастағандығы да. Олар тәуелсіз ойлай алмайды. Неге? Қазіргі мына поколение Z деп келе жатыр деп тұрмыз ғой. Олар тәуелсіз ойлайды. Кейбір кездерде жаңа әке-шешесіне қарсы шығып жатады, мысалы қарсы ойларын айтып жатады. Әке-шешені сыйлау керек. Мен оны өзім түсінгенім тоже мына өмірде. Әке-шешені сыйлау керек, бірақ бүкіл барлық ол сол жердегі болып жатқан жағдай түсінбейді ғой. Сондықтан түсіндіріп айтуға тырысу керек. Мен әке-шешеме риза болатыным, ол кісілер қарапайым семьядан шыққан, қарапайым. Әкем жаңағы совхозда шофер дейді ғой, ол кезде шофер болған адам. Шешем кітапханада істеді, одан кейін магазиндерде бухгалтер болып істеген сондай кісілер. Сол кісілерді мысалы мен не істеймін десе де маған қолымнан қақпады. Оқу керек па? Мә балам оқы. Даже әкеме әлі күнге рахметін айтам. Астындағы ол кезде жұмыс жоқ болғаннан кейін таксовать етіп ақша табатын. Сол таксовать етіп жүрген көлігін сатып жіберіп, мені семейге оқуға апарды. Финансовыйға түсіріп сол жерде, ато мен ауылда қалып қалатын едім де, ол жерде еш нәрсе көрмеймін, қаланың өмірін көрмеймін, білім жинамаймын. Мен қазір сіздердің алдарыңызда отырмас па да едім мысалы. Сондықтан сол үшін әкеме, шешеме әрқашан рахметімді айтам. Ол кісілер, мен бизнес істеймін дедім, мысалы, мә барам, істе. Право алам дедім, мә балам, право аламсың ба, мә істе. Сол арқылы, сол кісілердің маған сенген сенімдері арқылы мен қазір осы дәрежеге жетіп жатырмын. Қазіргі кезде де мысалы бір нәрсені істеймін ба, балам өзің білесің ғой, істей бер. Осы сөздерді айтады да. Ата-ананың сенімі балаға деген өте мына жерде рөл атқарады да. Істемей ақ қой, мынау сенің қолыңнан келмейді, ертең мынандай қарыз кетесің, болмаса өмірің дұрыс болмай қалады деп. Осы қорқулардың кесірінен көптеген ата-ана, ол жерде айтып тұрмын ғой, ол кісілер балаларын жаман болсыншы демейді. Жақсы көріп істегеннің нәтижесінен кейбір балаларды өте сондай қысып тастайды да. Рамкадан шықпайтын болып қалады мысалы балалар. Өздері жаңағы зарплатаға жұмысқа барып келіп, кешке үйде болып, мысалы сондай
көп рамкалар. Как белка на колесе дейді ғой, сол сияқты бір жаңа дөңгеленіп, иә. Ал енді қазір мына білім қуаласаңыз, қазір білім өте доступно. Бәр жерде бар. Қазір YouTube-ты ашып қалсаңыз да, Instagram-ды ашып қалсаңыз да, өте жақсы Facebook арқылы да білім, содан кейін оған қоса білім беретін жаңағы ұйымдар көбейіп жатыр да. Оның бірақ де жақсы білім беретіні бар, құр ақша табатындар да бар. Осы мен мысалы көптеген сұрақтар болады, жаңа жанымда жүрген балалар мысалы, мен мынаны айтатын едім. Адам ең бірінші өзінің білімімен бөлісер алдында, ол өзі сол нәрселерді істеп көру керек деп айтатын. Сол кезде кәне оның өз тәжірибесі болады. Мысалға айтайықшы, мұғалімдерде бар, бірақ енді мысал айтайық, биологиядан беретін мұғалім болсын, иә. Неге ол кісі сол биология туралы жаңағы оның өсімдіктің құрамы қандай болу керек, қандай оған удобрение себу керек, қалай уақытта егу керек, мысалы қай уақытта жинап алу керек, барлығын айтылады да, бірақ істеп көрмегеннен кейін оны нақты жаңағы сізге түсіндіріп береді теориялық түрде, бірақ істеп көрген кезде ол өте басқалай болуы мүмкін де. Бизнесте де сол сияқты да. Көптеген теорияны жақсы оқып алған және де оны бөлісе алатын адамдар бар, бірақ істеген кезде ол мүлде басқаша болып шығуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы Марғұлан ағаның айтатыны, адамдардың қателіктері, жаңағы қателіктерінен үйреніңіздер деп айтатын да. Уникальный деп. Содан кейін ол кісінің тағы бір айтатыны, білімді жинай бермеңдер. Білім ол ненужный шкафтағы киім сияқты жиналып қойды дейді. Егер сіз оны қолданбасаңыз, оның сізге ешқандай қажет жоқ дейді. Барлығы мен өзімнен басымнан өткен. Мен де кезінде мен білем өзім, мен осылай істегенде осылай болады деп, сондай нәрселер істеп көрген кезде, кейбір сала бойынша тәжірибелері бар адамдардың айтқан дәл келіп жатқан кезде, мен өзім таңғалатын. Расында да сол кісінің айтқан сол кезде тыңдай сағанда, осы біліммен, осы жанымда жүрген жігіттермен, балалармен бөлісіп, олардың, мен өзіме алдыма мынандай 5 жылға мынандай мақсат қойдым. 5 жылда жаныма 50 мықты миллионер кәсіпкер шығаруға мысалы. Менің қазір жанымда да Бақберген деген бауырымыз бар. Ол осы Талғат аға, мен сіздің жаныңызда жүргім келеді, сіздің тәжірибеңізді алғым келеді деп келген болатын. Сол арқылы ол осыдан 5 ай бұрын келген, екеуміз осы Кифотл-Пар компаниямызды аштық, 1,5 миллион теңгеден бастағанбыз, 30 миллион оборотқа шығардық, қазір 50 миллион теңге инвестиция тартып отырмыз. Сол қазір өзінің осы менің жанымда жүріп адамдармен сөйлесіп тәжірибе жинап, екінші магазинін ашып жатыр, өзінің магазині болған Скади деген. Қазір екінші магазинін ашып, қазір Марғұлан Сейсенбаев ағамыздың Намат Эксплорер деген бастап отыр ғой, жаңағы шығыс оңтүстікке саяхат деген, оңтүстік өңірге. Сол жаққа жаңағы палатка, басқа керекті нәрселерін сол Бақберген бауырымыз әкеліп соны қамтамасыз етіп жатыр мысалы. Сондықтан ол өзі түсінді, білім іздеді, жүрді, біздің Кифо бизнес мектебінде де оққан. Содан кейін келді де маған сіздің тәжірибеңізді алғым келеді деп, сол арқылы қазір мысалы 5-6 айдың ішінде қандай көтерілді. Сондықтан да айтатыным, орта және де білімі бар, тәжірибесі бар адамдармен араласып, солардың білімін, тәжірибесін өзіңізге алып қалуға тырысу керек.